Баршаңызға ассалаумағалейкум. Алаяқтар өздерін банктің анықтама қызметінің атынан немесе тергеушілер ретінде таныстырып, полицияның бөлімшесіне ресімделген онлайн несие туралы азаматтардың туыстары немесе таныстары қоңырау шалғанын айтып хабарласуда. Қылмыскерлер азаматтардың деректерін нақтылау үшін банк шоттары мен жеке мәліметтерін, атап айтқанда, адамның фамилиясын, атын, әкесінің аты мен жасынды сұрап жатқан жағдайлар кездеседі делінген Ішкі істер министрлігінің хабарламасында. Егер сізге банктен немесе полициядан қоңырау түссе, тұтқаны қойып, өзіңіз дұрыс ақпарат алу үшін банкке хабарласыңыз. Полиция қызметкерлері де, банк қызметкерлері де ешқашан банктік шоттар немесе жеке деректер туралы мәліметтерді сұрамайды. Бөтен адамдарға өзіңіз туралы мәліметті, банктік шоттар жайлы деректерді, банктен абоненттік нөміріңізге келіп түскен SMS кодтарды бермеңіз. Шоттарыңыздың қорғалуын қамтамасыз ету үшін қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Ол үшін қиын парольдер орнатыңыз және оларды жиі ауыстырып отырыңыз. Екіншіден, төлем жүйелерінде бар ісімізді растау, мекен-жайды бақылау мен 3-секші сияқты барлық қауіпсіздік жүйелерін іске қосыңыз. Алаяққа алданған жағдайда дереу банкке қоңырау шалып, өз шотыңызды бұғаттап, тұрғылықты жеріңіз бойынша полиция бөліміне хабарласыңыз делінген Ішкі істер министрлігінің хабарламасында. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.